Ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі. Биыл ұлы жеңіске 81 жыл. Ал Тараз қаласында сол сұрапыл соғыстың куәгері болған 3 қана майдангер қалды. Жеңіс күні ұлыларды ұлықтап, атқа мінер азаматтар батырларды мерекемен құттықтап қайтқан еді. Сюжет көрейік. Осыдан 85 жыл бұрын басталған майданға елімізден 1.200.000 астам азамат аттанды. Соның бірі Шалданбай Шанбаев. Бүгінде ғасырдан аса ғұмыр кешкен қария 1942 жылы майданға аттанған. Соғыстың соңына дейін 227-ші полкі құрамында майданда болып, жеңістен кейін де әскер қатарында қызмет еткен. Ерлігі үшін 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен, маршал Жуков медалімен және мерекелік медальдармен марапатталған. Қазіргі таңда үлкен әулеттің ақсақалы 6 ұл 3 қызды тәрбиелеп өсірген. 37 немересі 100-ден аса шөбере шөпшегі бар. Құрмет көрсету шарасы ардагер Иван Макеевтің шаңырағында жалғасты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары мен қала әкімі майдангерге айрықша ілтипат көрсетті. Жиынның ең маңызды сәті Нұржан Календеровтің президент атынан жолданған арнайы құттықтау хатын табыстауы болды. Никто не забыт, ничто не забыто. В этих словах заключена сама суть Дня Победы. Ешкім ұмытылмайды, ештеңеде ұмыт қалмайды. Бұл сөздердің өзінде терең мағына жатыр. Біздің халық әрдайым ерен ерлікті және ұшқыш достардың теңдесі жоқ ерлігін есте сақтайды. Баршаңызға зор денсаулық пен амандық тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Рахмет. Еңбегі еленіп, құрметке ие болғандар қатарында тыл ардагері Илья Николаевич Хеде болды. Еңбек жолында түрлі жауапты қызметтер атқарып, техника ғылымдарының кандидаты, профессор ретінде жоғары білім саласының дамуына зор үлес қосқан. Ұлы жеңіс күнінде Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Алтай Әлі ардагерді арнайы құттықтады. Бүгінгі бейбіт күннің себепкері болған азаматтардың есімі мәңгілікке ел есінде. Нұрдәулет Мұса, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.